Назарларыңызға ұсынылған вариативті курс сабақ тақырыбы Мұхтар Шахановтың ғашықтық ғаламаты балладасындағы ғашықтық сезім. Сабақ жасасын қате қағидасына негізделді. Яғни әр оқушы өз пікірін еркін білдірді. Себебі олар қателесуге боладыны біледі. Әр пікір құнды екенін бағалайды. Соның арқасында құндылық та, құзыреттілік те дамиды. Ең бастысы, балалар өмірлеріне келешекте керек отбасын сақтап қалу жолдарын қарастырды. Бұл сабақтағы ерекшелік рецепт әдісі. Балаларға алдын ала тірек сөздер берілді. Одан кейін шебер қолдана біл. Бұл әдістің мақсаты сөздік қорды молайту. Одан кейін сүзгіден өткіз. Оқушы фильтр қызметін атқарды. Бағалауда да ерекшелік болды. Ең алдымен бала өзін-өзі бағалады, сыныптастары бағалады, соңынан мұғалім бағалап, 3 баға қосылып, 3-ке бөлініп, арифметикалық орта бағасы шықты. Сабақта функционалдық сауаттылықты жүзеге асыруда өмірмен байланыс ерекше болды. Монологта шебер қолдана біл әдісі өте ұтымды қолданылды. Бүгінгі күннің өзекті мәселесімен ұштастыра отырып, проблеманы анықтады. Сабақ барысында берілген тапсырмалар мақсатқа сай. Қосымша берілген ақпараттар логиканы дамытуға негізделді. Қолданылған әдістердің жаңашылдығында пәнаралық байланыс айқын көрініс тапқан. Сабақтың соңында оқушылар мақсатына жетті. Талапқа сай келетін эссе жаза алды.